Сәлем достар, бүгін мен сіздермен жаңа жылға арналған салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін 3 картошка, 2 сәбіз, 3 жұмыртқа, тауықтың қайнатылған ақ етінен 100-150 грамдай қажет. Бірінші тауықтың ақ етін 4 бұрыш қылып турап салсаңыздар да болады, бірақ мен осы жолы картошканы қойғым келді. Осылай қойып біткеннен кейін картошканың үстіне тұз сепсеңіздер болады, бірақ мен сеппедім, себебі тұзды суға қайнатқан болатынмын. Қайнатылған кезде тұз қосқанмын. Өстіп жақсылап үстіне майонезді жағамыз. Картошка құрғақ болғандықтан жақсылап жағу керек. Теркадан өткізіп келдім сәбізді. Міне сәбізді де қоятын боламын үстіне. Сәбіздің үстіне де майонезді жақсылап жағамыз. Салатта майонез аз болса да дәмсіз құрғақ болып қалуы мүмкін. Сондықтан аямай жақсылап жағыңыздар. Бұның үстіне тауықтың ақ етін 4 бұрышты қылып турап, майдалап турап әкеліп саламын. Міне келді. Енді осының үстіне қойып шығамын. Қойып шыққаннан кейін майонез жағамыз қазір. Майонезді жақсылап жағып, үстіне жұмыртқаның сарысын үкіштен өткізіп, теркадан өткізіп қоямын. Оның үстіне де майонез жағам. Оның үстіне жұмыртқаның ағын турап салам. Мынауда құрғақ болып қалмасын деп майонез жақтым біразмаз. Сіздер де солай істеңіздер. Міне енді жұмыртқаның ағын турап келіп салдым оформлениясына. Осындай әппақ бетіне укроптарды қойып, гранаттан қойып, әдемі оформление жасадым. Жаңа жылға өте күшті идея. Осылай жасап көріңіздер. Көп затта кетпейді. Әрі дәмді, әрі әдемі салат шықты. Менің каналыма жазыла кетіңіздер. Әрі дәмді, әрі тиімді салаттар көп болады бұйыртса иншалла.